Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте ерекше эклер дайындайтын боламыз. Ол үшін арнайы осындай түбі қалың ыдысқа 100 грамм су құямыз, үстіне 100 грамм сүт, және де жарты шай қасық тұз, және 1 шай қасық қант салып, үстіне 100 грамм таза сары майды қосып, бәрін араластырып баяу отқа қоямыз. Майымыз ерігенше араластырып, үстіне 120 грамм ұнды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Және тағы да баяу отқа 1-2 минутқа қойып аламыз. Дайын болған қамырымызды арнайы бөлек ыдысқа салып, үстіне 4 жұмыртқаны бір-бірлеп қосып араластырамыз. Міне қамырымыз дәл осындай болуы қажет. Пергамент қағазын төсеп, үстіне осылай эклерлерді құйып шығамыз. Үстіне міндетті түрде қант ұнтағын себеміз. Әйтпесе пештің ішінде яғни үстері жарылып кетуі мүмкін. Енді дәл осындай қоспаларды қосып, біз енді шоколадный эклер жасауға да болады. Тек айырмашылығы ұнның қасына міндетті түрде какао ұнтағын қосамыз. Ал қаншалықты қосу керек екенін мөлшерін мен төмендегі описаниеда жазып кететін боламын. Эклеріміз міне пісті. 200 градуста ысып тұрған пешке жарты сағатқа пісіріп аласыздар. Ішіне кремді салып толтырып шығамыз. Крем менде творожный сыр, клегей және де қант ұнтағы қосылған. Үстін мен дәл осындай таза шоколадты су буында ерітіп бетіне жағып шықтым. Енді оның сәндеу өз еріктеріңізде. Қара шоколадпен де әрлесеңіздер болады. Мен ақ шоколадты әрлеп, үстіне қызыл шоколадтарды қойып шықтым. Енді дәмі өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Ас болсын. Көп рахмет.